Флорида штатының оңтүстік-батысындағы тұрғын ауданында 70 жастағы әйел 34 жастағы ұлымен бірге тұратын. Ұлында қозғалуда қиындық тудыратын созылмалы неврологиялық ауру болған. Отбасында екеуі де тұйық болып, көршілерімен мүлдем араласпайтын және таныс деген туыстары да болмаған. Олар негізінен Германия азаматтары еді. Флоридаға ұлы универ оқу үшін келіп кететін. Отбасыға қызмет көрсететін күзетші, олар Германияға кеткен кезде мүлікті бақылайды және олардың соңғы келуі 1999 жылы болды. Алдағы бірнеше жыл ішінде бұрынғы бақылаушы аулада шөп қаптап кеткенін байқайды. Бірақ отбасы тағы да уақытша Германияға кеткен болар деп ойлады. Сол уақытта тіпті оларды көшеден де ешкім көрмепті. Әдетте көршілері анасының неміс овчаркасын серуендетіп жүргенін байқайтын. Қарауылдан бөлек бірнеше адам үйде қандай да бір мәселе бар екенін түсінгенімен, үйге арналған шоттар әйелдің шотынан электронды түрде төленіп отырды. Сондықтан ешкім анасы мен ұлын іздеп жатпады. Құқық қорғау органдары 2001 жылы ауланың шөп басуына байланысты шағымдардан кейін үй иелеріне ескерту мақсатында пәтерге келеді. Бірақ есікті ешкім ашпағандықтан округ әкімшілігі ауланы өз бетімен тазалап тастады. Кейінірек билік үй мен оның аумағын нашар күтім жасауына байланысты 3-ші рет ескерту жасайды. Бірақ үйге кіріп көруге ешкім тырысып та көрмеді. 2001 жылы округ қызметкерлері артқы аулада орналасқан бассейнді қоршап, шөпті шабу қажеттілігі туралы ескертпелер іліп қойды. Округ әкімшілігі аула мен бассейнге жасалған жұмыс үшін отбасыға арнайы есепшот жібереді. Бірақ ешкім ол ақшаны төлемеді. 2002 жылдың қарашасында неміс отбасының үйі мен оларға тиесілі жер учаскесінің салығы 1998 жылдың қарашасынан бері төленбегені анықталды. Қарауыл жергілікті билік органдары салық төленбеуіне байланысты үйді сатуға дайындалып жатқанын білгенде отбасыны тексеруге барады. Оның соңғы рет үйге келуі 1999 жылы болған, яғни шамамен 4 жыл бұрын. Үйдің қараусыз қалғаны және бос тұрғаны бірден байқалады. Аулада шөптің биіктігі шамамен 60 сантиметрге жеткен, ал пошта жәшігі кіреберіс жолда жатқан еді. Қарауыл есікті ашу үшін арнайы маманды шақырды. Үйге кіре салысымен бірден адам төзгісіз иіс мұрынға сезілді. Іштен олар мумияланған және жартылай қаңқаланған денелерді тапты. Үйден ешқандай ұрлық немесе төбелес белгілері байқалмады. Әйелдің жартылай қаңқаланған қалдықтары кілемге жабысып жатқан күйде табылды. Ол үй халатын киіп, орындықтан құлап кеткенде көрінеді. Оның әшекейлері әлі де үстінде болған. Инсулин шприцтер мен глюкометр ас үйдегі үстелдің үстінде футлярда жатты. Ұлы мен иттің денелері болса жатын бөлмеден табылады. Ер адам 2 орынды төсекте жастыққа басын қойып жатқан күйде денесі көрпемен жабылған еді. Ол тек шорты киген. Төсектің жанында жартылай ішілген су бөтелкесі тұрды. Иттің қалдықтары ер адам жатқан төсектің жанында қойылған екінші бір орынды төсектен табылады. Үй таза күйде сақталған, тек осы уақытқа дейін пайда болған шаң тосаңдар көркін кетіріп тұр. Үйде тек бір ғана шам жанып тұрды, қалған шамдар күйіп кеткен. Сондай-ақ үйде кондиционер жұмыс істеп тұрған. Электр қуатының төлемдері автоматты түрде алынып отырғаннан соң ба, кондер әлі күнге дейін өшпепті. Ас үйде кепкен ақ тұнбасы бар кофе шынысы табылды. Еденде 2 бос шыны ыдыс тұрды. Бұл түсінуімізше иттің табақтары. Тергеушілер қабырғадан 1999 жылдың 28 ақпанына қойылған күнтізбені тапты. Денелер табыламын дегенше 3 жыл 9 ай өткен. Анасы мен ұлының төлқұжаттары, сондай-ақ ит туралы ақпарат ас үй үстелінен табылады. Тоңазытқышта мыжылған көкжидек қорабы 1999 жылдың мамыр айына дейін жарамды сүт пен ірімшік болды.
Оқиға орнын тексеру кезінде есірткі немесе алкоголь табылған жоқ. Тұрғын үйдің кейінгі қаралуы улы газдардың, тұншықтыратын газдардың немесе басқа да улы булардың ықтимал көздерін анықтамады. Полицияның айтуынша, үйде табылған 2 жазба неміс тілінде жазылған және олардың мазмұнында өлімге қатысты ешқандай дәлел болмапты. Кейінгі аударма бұл жазбалардың діни кітаптан көшірілген үзінділер екенін көрсетті. Ананың, баланың және иттің денелері сот медициналық сараптама кеңсесіне жеткізілді. Денелер мумификацияланып, қоңыр түсті құрғаған терісі пергаментке ұқсас болды және көптеген қуыршақ қаптары мен өлі қоңыздардың қалдықтары табылды. Денелердің рентгенограммалары сүйек сынуын немесе басқа жарақаттарды анықтамады. Ер адамның денесі мумификацияланған және қатты ыдыраған ішкі мүшелердің қалдықтарын сақтаған. Ешбір денеден бұрыннан бар табиғи ауру процестері немесе өлімге дейін жарақаттардың іздері табылған жоқ. Сонымен қатар иттің адамдардың денесін жегеніне де дәлелдер табылмады. Үй иелерімен қоректенбегеніне тағы бір дәлел, үйден иттің нәжісі де шықпады. Иттің денесі жартылай мумификацияланған, бірақ басы мен денесінің жоғарғы бөлігі өте жақсы сақталған. Жануардың мәйітін ашу және рентгенограммасы айтарлықтай жарақаттарды көрсеткен жоқ. Ана мен баланың жұмсақ тіндері, баланың бауыры және иттің бұлшық еттері токсикологиялық зертханаға жіберілді. Талдау аясында әрбір ұсынылған тіндерден есірткілер, сондай-ақ улы газ, цианид және басқа да заттар зерттелді. Барлық тіндердің үлгілері бензодиазепиндерге оң нәтиже көрсетті. Диазепам, яғни валиум, кофе кесесінен және құрғаған тамақ қалдықтары бар иттің ыдысынан табылды. Ол дәріні әртүрлі жүйке психикалық ауруларға тағайындайды. Бұл дәрі седативті, ұйықтататын, алаңдаушылыққа қарсы және басқа да қасиеттерге ие. Тергеушілер үйден кейбір дәрі-дәрмектер мен қант диабетін тексеруге арналған жинақтарды да тапты. Табылған төлқұжаттарда отбасының елге 98 жылдың желтоқсанында келгені көрсетілген. Округ жазбалары үйдің 2002 жылы $57 000 бағаланғанын және оның иесі баласы болғанын көрсетті. Ол соңғы рет 98 жылы мүлік салығын төлеген және $4,5 мың астам қарызы болған. Анасы мен баласы Германияда көліктерін 1 жылға сақтау үшін төлем жасайды. Сақтау мерзімі аяқталғаннан кейін көлік эвакуацияланып кетті. Үйдің қарауылы жігітте жүйке жүйесінің бұзылуы болғанымен, оның ақылды және Германиядағы университетте оқығанын айтты. Бұл іс көпшілік арасында кеңінен таралмағандықтан, өлімнің ресми себебі жұртшылыққа жарияланбаған. Сондықтан отбасының шынайы өлім себебі тек болжамды болып қала береді. Диазепам, яғни валиум, үйдегі кофе кесесінен және құрғаған тамақ қалдықтары бар иттің ыдысынан табылды. Анасы терең діни сенімдегі адам болған деседі және болжауымызша сол суицид әрекетін жасауды шешкен. Ол дәрілердің жоғарғы дозаларын жасырын түрде тамаққа қосып, кейін оны ұлы мен ит жеген болуы мүмкін. Үйден дәрі-дәрмектер, инсулин шприцтері және қант диабетін тексеруге арналған жинақтар табылғандықтан, ол инсулинді пайдаланған болуы да мүмкін. Ұлы мен иттің денесі төсекте жатқан күйінде табылған. Бұл өлімнің кенеттен мүмкін ұйқы кезінде болғанын көрсетуі мүмкін. Анасының денесі орындықтың жанында жатты. Ол өлімге әкелетін дәрілердің ең жоғары әсер ету сәтінде орындықтан құлаған болуы мүмкін. Және оның көзілдірігі денесінің жанында жатты. Бұл оқиға өте ерекше, өйткені сүйектер тұрғын үй ауданындағы отбасылық үйде орналасқанына қарамастан 4 жылға жуық уақыт бойы еш байқалмаған. Бұл үйге бірнеше рет округ әкімшілігінің өкілдері келіп кетті. Анасы мен ұлы әлеуметтік оқшаулану моделін орнатқан. Бұған тілдік кедергі мен мәдени айырмашылықтар, сондай-ақ туыстарының болмауы және ұлының неврологиялық бұзылулары әсер еткен. Бұл факттарымызға аргумент ретінде үйдің терезелері тақтаймен қағылғаны жайлы айтуға болады.
яғни үйдің ішіндегі жағдайды сырттан көрінуіне кедергі келтірген. Таңғаларлық жайт, денелер табылған кезде үйде қосулы отырған жалғыз шамнан басқа кондиционер әлі де жұмыс істеп тұрғаны. Кондиционер Цельсий бойынша 23 градусқа қойылып, 4 жылға жуық жұмыс істеп, салқын және құрғақ ауа ағынын қамтамасыз етті. Бұл денелердің кебуіне және сақталуына көп көмегін тигізді. Өкінішке орай, бұл іс туралы ақпарат өте аз, тек бірнеше газет мақалаларында ғана айтылады. Билік қайтыс болғандардың аты жөнін жариялаудан бас тартып, олардың нақты қалай өлгенін білмейтінін мәлімдеді. 1998 жылдан бері отбасымен таныс болған қарауыл Хайнц Рубин газетке бұл 70 жастағы Лиз Фукс пен оның 34 жастағы ұлы Йозеф екенін айтқан. Өкінішке қарай, маған отбасы мүшелерінің фотосуреттерін табу мүмкін болмады. Осымен достар, видеомыз аяқталды. Әрине, видеоны лайк басып арнамызға тіркеле кетіңіздер. Және де комментке бұл іс туралы өз ойларыңызды жазсаңыздар болады. Ендеше, сіздермен бірге болған және әрдайым бірге болатын QRF ұжымы келесі видеоларда кездескенше.